Тұрайын болды. Сағат неше болды екен? Сағат деген 9 болыпты ғой. Ендеше тұрайын. Ей, не мынау шашып тастағансыңдар? Қуасыңдар ма кішкене? Енді жинап бере салшы. Жинамайым, сендер әдейі шашқан шығарсыңдар, сол мен жинасын деп. Жинайыныздар сендер. Енді үй жинау деген біздің жұмысымыз емес қой. Какая разница? Жинай беріңдер, өздерінің бөлмелерің, өздерін жинаңдар. Әйтпесе қазір жинамасаңдар, мен сендерді папа айтып беремін. Болды, жинаймыз ғой, не болды сонша? Нервный болып кеттің ғой. Ал сен бізді тыңдамасаң, біз сені зато мамаға айтып береміз. Кетіңдерші қазір, мен деген 10 минуттан кейін келген кезде таза тұрсыншы. Мынауың деген кәдімгідей бізді деген ұрсып жатыр ғой. Нервімді тоздырып бітті ғой осылар. Неғып айтпақшы, мен өзім завтрактан дейін деп жатырмын. Мама дайындамай ма завтракты? Мама қайда кеткен айтпақшы. Бұл жақта да жоқ екен. Барлық жерде іздедім ғой. Қайда жоқ бұлар? Мүмкін звондап көрейінші. Алло, мам. Алло, қызым, не болды? Мам, сіздер деген қайда кеткенсіздер? Вообще үйде жоқсыздар ғой. Қызым, енді біз ренжіме сендерге ескертпей кеткенімізге. Бізде срочный бір жұмыс шығып қалды. Сондықтан Астанаға бір айға бардық. Мам, енді мен сонда бір ай бойы өзім мама болам ба аналарға? Енді қызым, түсінші, енді біз деген срочный жұмыс болып қалды. Содан кейін кетіп қалдық. Жарайды. Енді мен аналарға күнде завтрак істеп беру керекпін, сабақтарына жіберу керекпін ба? Неғып өздері әлі бөпе, соны істей алмайды өздері. Холодильникте де дым жоқ қой. Тек қана бір жұмыртқа ғана тұр. Барлығын анау ашқарақтар жеп тастаған шығар. Жарайды, енді осы бір жұмыртқаны қуыра салайын. Біз деген қашып кетіп едік, сен уже жинап тастапсың мына жақтан. Сендердің қашып кеткендеріңді білдім ғой сол. Қайсы жинадыңдар ма? Жинап қойыпсыңдар енді. Айтпақшы, мен деген қыздар құрбылармен бірге қыдыруға шығамыз. Сендер үйде вообще шашпай отырыңдаршы, пожалуйста. Конечно, шашпай отырамыз. Кете берші. Соны айтам, сен кеткенің бізге жақсы ғой. Ал мен сендерден кеткенім жақсы. Онда мен деген барып дайындала берем. Менің комнатама вообще кірмеңдерші. Енді қалай жинап тастадың, секретіңді айтшы. Мені қараңдар. Ха-ха. Осы бір қыздардың өмірі бір қызықсыз сияқты ғой. Соны айтам. Мен жаман ішім пысып кетті, не істейміз? Давайте онда тығылмашы ойнайық та. Ойбай, кішкентай боласың ба, тығылмашы ойнайтын. Ойнайық та. Кайф қой, маған айт. Жарайды, онда ойнасақ ойнайық. Кішкене қиын жерге тығылыңдар, я. Бірақ та Ерасылды не істейміз? Ерасыл кішкентай ғой, мен жүре берсін. Ладно, бұл тығылуды бастайық, мен іздеймін. Жүр, Ерасыл, кеттік. Екеуміз бірге тығылайықшы. Қойшы, мен бөлек тығылам. Ой, жынды. Қай жерге тығылам? Шкафтың артына тығылып алайын ба? Мынаның киімдері көп қой. Онша емес киімдер екен бірақ та. Білініп қалатын сияқты ше. Жарайды, бәрібір. Ой, бір Дамир,
Мен сен білмей қалады деп ойлайсың ба? Шық бол. Мен елеспін. Қуа берме, шықшы бол. Не үшін кіріп кеткесің мұның артына? Енді кішкене сен мен табылмасын деп тұлғам ғой. Я саған табылмайсың деп, как будто мен білмей қалатын сияқты. Мынан киімдер көп қой, ә? Мен де соны бағана мен де айттым ғой соны. Бәрі үнки розовый цвет қой. Соны айтам. Оның косметикасын қарасай, киімнен де көп қой косметикасы. Енді қыз ғой. А біз болсақ косметикасыз да әдеміміз ғой. Енді, конечно, біз ұл емеспіз бі? Жүріп болып кеттік аналарды іздейікші. Ерасылды ұйықтатып қойып, өздерін PlayStation ойнап отырсыңдар ма? Қайдан келдің? Кетші бар, бізге мешать етпеш. Қиын уровень басталып жатыр уже. Соны айтам, мешать етпеш. Мә, Дамир, сен вообще ойнай кеткесің, әкеш мен ойнайым. Тартып алған не сенді? Әкеш наушникті берші. Онда сендер өздерінің кешкі астарыңды іше беріңдерші, мен кафеден ішіп алғам. Мен деген қатты ұйқым келіп тұр, мен ұйықтаймын. Мынау дегенші, маманың орнына бастық тілінде болып кетті-ау деймін. Қоя берші, жүре берсін. Сосын бізді папаға айтып береді, сосын таяқ жейміз ғой.